Армысыздар ағайын, мінекей қазақтың түрлі дәстүрлері бар, ұмыт болған салт жоралғылар бар. Баяғы бабаларымыз болды, бақсылықпен осы сопылықты ұштастырды деді. Ал сопылық келмей тұрғанда бақсылардың өзінің керемет қасиеттері болды. Солар өздерінің мынау тәңірге тәу ету, тәңірге табыну, жер иесі, су иесіне соларға алғыс айту, соларға тәу ету арқылы, солардың иелігі мен киелігін мойындау арқылы мына біздің қазақ бабамыз табиғатпен терең не жасаған, сырласқан деуге болады. Мінекей бүгін Арман Нұрмұхамед бауырымыз өзі уақыт бөліп бізге осы мынау тәңірлік және де мынау бақсылық бір жоралғыны бізге көрсетіп, оның қалай болатынын ол туралы қысқа айтып түсіндіріп кетеді. Сосын осының қалай болатынын бір көз алдарыңызға біз көрсетуге тырысайық. Армысыздар ағайын, енді бүгін болатын рәсім негізі келіп тұрған қонаққа Мұхтар Шолдақ Шадырманға арналады. Оның аруақтарды арнайы шақырамыз. Ол үшін міне от жағамыз. От деген осы өмірдің негізгі энергия ғой. От деген алсақ әр жерде бар. Күннен бастап міне күнде тамақ жасаймыз ғой, пісіреміз. Отсыз өмір жоқ енді. Тіпті денемізде де іштегі бір рухани от бар. Сол от деген бүкіл вселенная дейді, ғарышпен бүкіл дүние жүзімен байланыстыратын бір энергия. От жағамыз, сосын ақты арнаймыз. Ақ арнау деген бұрын болған. Қазір енді иіс шығарамыз, аластаймыз, қан жібереміз. Ал бірақ ақты арнау деген өкінішке орай ұмытылып кеткен. Бұрын өздеріңіз білетін шығар, әжелеріміз айтқан, адам бір сапарға шықса, оның артынан сүтті шашатты, оны ақты арнау дейді. Сол ақты арнаймыз, сүт міне тұр, отқа шашамыз, сол сүтті өзіңіздің атыңызда атап, әкеңіздің атын атап, руыңызда атап. Сосын енді аластау деген бар, аластаймыз. Адыраспанды бәріміз білеміз, бірақ одан тағы не бар, аршамыз бар. Аршаның енді негізі иісі хош, оның енді түтіні жалпы тазалайды. Сол өзімізді аластаймыз, құралдарды аластаймыз да бастаймыз. Бірақ одан бұрын, рәсімнен бұрын тәңірге табынамыз. Сол осының жолын ерекше бір көрсетіп шығамыз. Ол үшін енді түкте керегі жоқ. Ниетіңіз бар болса, әр кезде тұра қаласта шығыс жаққа бетіңізді бұрып тұрып, қол көтеріп, сонда тәңірге алғысын айта бастайсыз. Әр берілген зат үшін, дастарханым мол үшін, бала шағым аман болған үшін, қалтаңызда ақшаңыз бар үшін, әр зат үшін алғыс айтып тұрасыз. Сонда жоғар жақтан төмен энергия түсе бастайды. Сол тәңірдің батасы ғой. Түсе бастайды. Оны енді кеудеде жинайсыз. Төмен түсірмейсіз, кеудеде жинайсыз. Одан кейін тәңірге алғысын айтып бітіріп, Омай-анаға алғыс айта бастайсыз. Ол енді жердің энергия ғой. Ол жоғар көтеріле бастайды. Денеңіздің ішінде сезіледі. Сонда кеудеде жинайсыз. Сол екі жақтан энергия түседі. Жоғарыдан түседі, төмен жақтан көтеріледі. Соны кеудеде жинап тұрасыз да, алғысын бәрін айтып шығып, енді бас иесіді болды. Сосын одан кейін рәсім басталады. Енді тәңірге алғыс айтамыз. Әр беріп тұрған зат үшін, денсаулық үшін, жалашылық үшін. Сөз естен. Жоғардан энергия түсіп жатыр ғой, сезіп тұрсың ба? Түсе бастады, енді оны аяққа дейін емес, кеудеде жинай бересіз. Енді
Умай анаға. Осы өмір берген үшін. Көтеріліп басады, емеде, оны да жүрейміз. Кеудеде. Аяғында бет сипап жіберіп. Сәл жақында отыр. Өзіңіздің атыңа атайсыз. Аха. Аруақтарға арнайым жетпіш. Енді аластан жіберейік. Кетті ма? Міне ағайынды хабарластырып жіберейік. Енді бұлай тұра қойыңыз. Шығыс жаққа қарап тұрып. Сіз енді түре беріп қай жегіңіз.
Мінекей ағайын, мынау оттың айналасында қасиетті бабаларымыз баяғы оттың енді от анасы, от ағасы, от басы деп жатады. Мінекей Арман ағамыз осы бір мынау рәсімді жасады. Осы рәсімді жасаған кездегі жалпы сезімім, осы мына арқа басымыздың бәрі шымырлап, осы бір ерекше әруақтанып отырдық. Енді камераға оның бәрін бұлай көрсетуге кішкене ашығын айтқанда ұялыңқырадық. Өйткені бұлай сыртқа қараған адамға мыналар көк соққан ба, жын соққан ба, не болған деп ойлап қалмасын деп әйтеуір ақырын жұртқа түсіндірейік деген ой болды. Ал бірақ арқа бастың бәрі мына шымырлап ерекше бір бойда қуат деген бір ерекше бір толқынды алып сондай сезім болды. Онан кейін мына кім Арман ағамыз жаңағыдай өзі бұлай көкейіне түскен сөздерін айтып, жаңағы ол бұлай түсініксіз болып отыр қараған адамға, сырт қараған адамға. Ал бірақ соның арасында өзімізге бір, мысалы мен жеке өзіме бір хат, хабар, бір сондай бір ерекше бір тылсым бір хабарлар келгенде бір сондай маған арналған сөздер сияқты болды да, мына нәрсені былай деген секілді. Онан кейін тағы бір сезім сондай болды. Баяғы сол ертедегі бабаларымыздың жорыққа шыққан кездегі мынау осындай бақсыларға, осындай абыздарға, осындай рәсім жасайтын кісілермен осы көк тәңіріне сыйынып, әруақтың батасын алып, сөйтіп жолға шығатын сондай бір сезім секілді болды. Енді жалпы алғанда керемет сезім. Бұдан ары қарай да сіздерге бұл рәсімдерді, қазақтың қасиетін, қазақтың тәңірлік дүниетанымын таныстыра береміз деген үміттеміз. Ареке, осы рәсімдер жасалды. Мінекей тәңірге алғыс айту рәсімі болды. Осы мынау әруаққа бағыштап сіз мынау рәсім жасадыңыз. Жалпы осы рәсімдердің жаңағы ерекшелігін айта кетсеңіз, жаңа энергиялардың көктен энергия, көк тәңірге алғыс айтқан кезде көктен энергия түседі. Иә, тәңірге алғыс айтып тұрғанда, онда жоғардан сезіледі, бір энергия түсе бастайды. Ол енді космосты дейік, иә. Бүкіл вселенная дейміз ғой, ғарыштың төмен түсіп атқан батасы. Оны біз енді тәңір дейміз. Заманауи тілмен айтқанда айтады ғой, высший разум дейді, тағы бірдеңе вселенная дей береді. Оны бабамыз енді көк тәңір деген. Ол жерден энергия келетіні енді ғалымдар да дәлелдеді ғой. Бәрі енді көбісі енді аспаннан келеді. Мысалы күннің нұрының өзі, жоғар жақтан келеді. Ал Умай анаға, одан кейін Умай анаға алғыс айтамыз. Умай ана енді тәңір дегеніміз ер адамның энергиясы. Ол енді аспаннан түседі. Ал Умай анамыз бұл жердің күші, жердің энергиясы, әйелдің энергиясы деп айтуға болады. Ол енді төмен жақтан көтеріледі. Сол екі жақтан бізге қосылып тұрған энергияны кеудеде жинаймыз да, сол алғыс айтамыз. Сол энергия деген, бата деген сол энергия. Үлкендер батасын бергенде негізі мағынасы сөзде емес, мағынасы сол энергияды ғой. Көңілмен бөлінеді ғой, көңіл береді. Сол батасын не үшін жинайды? Қазақты сол энергияны жинау үшін ғой, көңіл жинау үшін. Сол енді екі жақтан тәңірден батасын аламыз, Умай анадан батасын аламыз. Сол энергия жиналады да, көңіл көтеріледі, жүре береміз бақытты сезіммен. Ол енді шашылып кетпейді, мәңгі тұра бермейді. Тағы қайтадан сезіп тұрсаңыз, анау энергиясы бітіп жатыр деп, қайтадан осы рәсімді өткізесіз, болды. Ол үшін әр жерде жасап жіберуге болады, 3-4 минут ғана алады. Ешқандай міндетті түрде күнде бір 5 рет жасау деген жоқ ондай. Әр адамның ерекшелігімен байланысты.
қазір саған мына керек болып тұрса, немесе мысалы бір істеріңізден бір сәттілік келіп тұрса, алғыс айтам десеңіз, бір ниет болса, сөйтіп жіберсеңіз, енді Тәңірмен ұмай анамыз риза болады. Өзіміз де риза боламыз. Онан кейін мынау нар туған секілді мейрамдарда, сосын қара түн мейрамдары дейді. Бұл жалпы сол кездерде осы рәсімдер жасайсыз ғой? Әрине. Ертең осы қара түн деген түннің ең ұзақ түніне жасайсыз ба сонда ол нені, рәсімді? Әрине, сол таң атқанда жаңа күнде, жаңа циклды сол қарсы аламыз ғой. 22 желтоқсанда ма ол? Ол енді даталар өзгере береді. Бір күнде қатып қалған емес. Оны астрономияның жағынан қарау керек. Негізі интернетте түн мен күннің теңеуі қашан болады деп енгізсеңіз, шыға қояды. Түсінікті. Ол да осындай рәсім. Жалпы енді бізде мынау қазақтың мына әруақтанып кетеді дейді ғой. Әруақтанып кетеді. Жалпы бұл басқа рәсімнің түрлері бола ма? Мысалы үшін жаңа қобызшылар деген сияқты, болмаса бір домбыра арқылы ма, сондай бір басқа формаларда? Әрине, түрлі мағынамен өткізеді рәсімде. Мына айттық қой, күн мен түнмен теңеуі. Мысалы, оған айтпақшы, тіпті Наурыз дейміз ғой. Наурыз енді парсының атауы. Қазақта ұлыстың ұлы күні дейді ғой. Хакастар мысалы чылпажы дейді. Чылпажы деген жыл басы ғой. Жыл басыны қарсы алады. Сосын осы 4 циклды қарсы алады. Не мағына сонда қандай? Өйткені осы цикл өтті ғой. Мысалы көшпелі өмірде қыстаудан шықтың, енді күзеу бастайды. Ол біткеннен кейін неге жайлауға шығасың. Ол енді әр циклды шығарып, дұрыс шығарып, келесі циклды дұрыс қарсы алу керек. Ана өткен циклмен қоштасу керек. Оттың мағынасы қайтсақ, от енді өртеп жіберді ғой керек емес нәрсені. Өткен, өлгенді мысалы, сол отқа тапсыру керек. Мұны қыстан өттік, осы цикл бітті, енді күзеуге шығамыз деп, от деген жаңғыртады ғой өмірді. Сөйтіп енді әр сол циклға арналады. Кей кезде ерекше бір істерге арналады. Мысалы, ниетіңіз бар болса, жаңағыдай сапарға шыққанда дегендей. Сол сияқты. Ниетіңіз бар болса, давай сөйтейік дейсің. Кей кезде бір, мысалы, таныс емес, тіпті сайдан өтіп жатқанда, аруақтар немесе сол жердің иелері қыса бастайды. Міндет түрде оғыт жақ деп кәдімгідей нетеді. Сол кезде амал жоқ, тоқтайсың, ана от жағасың да, рәсім өткізесің, осы иеге құрмет білдіріп. Сөйтеді. Кейбір қорған аталардың басынан өтесің ғой. О жерде де талай рет енді әрқайсымызда есімізде бар шығар. Сол бабалардың қасиетті жеріне өтейін десең, машина сынып қалады да, тоқтап қаласың. Сонда барып, басы етті. Одан кейін өз-өзімен кәдімгідей мәселе шешіледі бәрі. Шешіледі, машинасыз қайтадан істеп кетеді. Сол сияқты түрлі енді мағыналар бар. Оны енді көбісі сол ниетпен байланысты ғой. Адамның ниеті бар болса, кейбірлер келеді, ішім пысып тұр дейді. От жағайықшы дейді. От жағамыз да өткіземіз осы рәсімді. Одан кейін босатып кетеді. Енді ол табиғи процестер ғой. Сонда іштегі стрессті бәрін шығарады екен осы оттағы не арқылы? Ол да бар енді. Ондай да жағы бар екен адамның. Түсінікті бар екен. Жалпы мысалы мынандай табиғатқа шығып, отын жинап, от жағу міндет емес. Тіпті ниетіңіз бар болса, аруақтарға арнап бір шамшырақ бар ғой, свечка. Үйде, әр үйде бар. Соны жағып жіберсеңіз, ақты арнап, қасында қойып,
бір 5-10 минут отырсаңыз аруақтарға ниет білдіріп, Иә. тілектеріңіз бар болса, тілектерді айтып отырып, сөйтіп енді от шамшырақты өшіруге болмайды. От өз-өзімен өшу керек. Өшкеннен кейін енді лақтыра саласыз. Ал сүтті, ол мысалы бір күн тұрады, одан кейін адамның аяғы баспайтын жерге, ағаш астына, мысалы, газон бар ма, сол жерге аруақтарға тие берсін деп шашып жібересіз, болды. Сонда мысалы мынау орыстардың анау қайтыс болған адамға осы не қойып жатады ғой, шырақ қойып жатады ғой, свечка қоямыз дейді ғой орыстар, храмға барып. Сонда ол да бізден барған болып тұр ма оларға? Я, мысалы, жоқ, от деген түрлі діндердің көбісіне бар енді. Буддистерде де бар, христиандарда да бар. От деген енді жалпы әр адамға жатады ғой. Айтып тұр ғой, ол енді ортақ бір энергия. Иә. Енді сол себептен әр дінде бар от. Ол христиандыққа, тек қана христиандықта жатпайды, тек қана тәңіршілік емес, тіпті ана зарастризм бар ғой. Зарастристерде от жағады ғой. Енді осы жерде бір сұрақ, біз жаңа Тәңірге алғыс айту рәсімін жасадық, сол кезде қолымыз жайып, бетіміз сипадық. Сонда бұл бет сипау дегеніміз, сонда мынау арабтың дінімен келген жоқ па, сонда бұрыннан бар ма еді деген ой туындап тұр да? Енді түрлі айтып тұр ғой, тәңіршіліктің ең маған ұнайтыны бір ерекшелік деген бір құндылық бар. Әр адамның ерекшелігі бар. Сіз сияқты мысалы ешқашан адам туылған жоқ, туылмайды да. Жеке міне тек қана осы заманда, осы міне сіз өмір сүрген кезде сіз сияқты адам бар, бұрында болған жоқ, болашақта болмайды. Сол сияқты әр тәңіршіл ел ерекше. Әр сол елдің, тәңіршіл елдің, бурятты алсақ, тываларды алсақ, қазақ, башқұрттар бәрі тәңіршіл еліміз ғой. Көк тәңірдің ұлдарымыз, бірақ әр елдің өздерінің рәсімдері болады, ғұрыптары ерекше. Ортақ та бар, бірақ ерекше де бар. Сол тіпті әр елдің ішінде, әр өлкенің өзінің бір рәсімдері, дәстүрлері бар болады. Сосын тіпті тәңіршілікті зерттеп жүрген ғалымдар да күледі. Мысалы, бір ауылдың екі бақсы көбісі мәселе көтергенде бір келісімге келмейді да. Дауласып жүре береді. Жоқ, былай ету керек, жоқ, былай ету керек дейді. Сол себептен айтатын мына алақан жаю деген қызық, қазақта бар, башқұртта, қырғызда бар. Жарайды, оны мысалы исламмен келген деп айтуға болады деп сұрақ қойсаңыз, қызық, енді Алтайда алақан жаймайды, бірақ бет сипайды. Бір қолмен бүйтіп бет сипап жібереді. Ал Моңғолда керісінше алақан жаяды, бірақ бүйтіп ұстап тұрады, айналдырып тұрады. Бірақ бет сипамайды. Түсініп отырсыз ба? Сол сияқты кейбіреулер сұрайды да, толық инструкция берші дейді. Ананы қалай істейді, мынаны қалай істейді. Вот ондай жоқ енді. Әр елде ерекше, әр елдің тіпті өлкесінде ерекше рәсімдер болады. Ал қазақта бет сипаймыз енді. Ас қайырамыз. Вот ас қайыру деген исламда жоқ. Ас қайырып, алақан жайып, бет сипап жібереміз. Онда енді ол біздің қазақтың дәстүрі деп санауға болады. Бәрекелді. Бәрекелді. Тіпті мүмкін, тіпті бізден исламға көшіп кеткенінде мүмкін. Бізден оларға барған дейсіз ғой? Өте мүмкін, өйткені тақия бар ғой? Тақия енді діни бір бас киім деп санаймыз. Соған мұсылмандық бас киім деп саналады ғой? Кімдер молдары тағып алады ғой? Ол енді ұлы даладан шыққан деп дәлелдеген зерттеулер, еңбектер бар, ғылыми еңбектер. Оның түбі бабаларымыз сол киізден тігеді, дулығаның астына жұмсақ болсын деп кие салады. Бұл жауынгердің бас киімі. Діни атрибутика емес. Дулығаның ішіне. Енді үштік бабамыз енді барып басып алды ғой, рас айтқанда. Арабтың жерін. Соны көріп,
енді кішкене не нұсқасы ғой, кішкене ұқсас болайын деп таға бастады. И одан кейін уже немен тіпті мұсылманның ана ай бар ғой, айда оғыздардан шықты ғой. Басында исламды қабыл алған оғыздар, селчуктар дейді, қайы деген тайпалар, олардың шатырдың үстінде сол ай болған. Тіпті ана Моңғолияның туын көрсеңіз, ол жерде де ай бар ғой. Олар енді мұсылман емес қой. Ай деген қай тайпасы? Қайсері деп қала бар ғой Түркияда, Қайсері деген. Ал енді осы біз таңертең Тәңірге алғыс айту рәсімін жасасақ деп бір кісілер соны жасап едік, бір керемет денеміз жеңілдеп қалады деп айтып жатады. Осы жалпы осы таңертең тұрып күн шыққан уақытта ма сондай бір сол абзалырақ бола ма, жақсырақ бола ма, жаңағы не жасау, осындай алғыс айту? Ниетіңіз бар болса, ерекшелігі түсініп отырсыз ба? Сіздің мысалы рәсіміңіз тіпті өзіңіз де ойлап тапсаңыз, қандай сізге өзіңізге жатады, қалай мысалы өзіңізге сай болса, соны істей берсеңіз. Ал бірақ күн батарда болмай ма? Күн батқан соң, немесе күн батып бара жатқанда деген сияқты. Тек қана бір тыйым бар. Күн батып жатқанда болады ғой, сол кезде әлі қараңғы емес, бірақ күн уже батып кеткен кезде, сол кезде әже аталарымыз айтқан ғой, ұйықтауға болмайды дейді. Сол кезде, кешке жақын. Сол күн батқанда сондай рухани ештеңе істеуге болмайды. Өйткені қара күштер шыға бастайды дейді. Яғни сіздің энергияңыз солар алып кетуі мүмкін дегендей ма сонда? Мүмкін алып кетеді, қағып кетеді, түрлі жағдайлар болады. Түсінікті. Мынау жалпы біздегі мынау мұсылман дінінде де айтады ғой, күн батып бара жатқанда намаз оқыма, жаңа не жасама деп. Түсінікті. Ареке, онда алғыс айтамыз. Мінекей бізге бір осы бақсылық, тәңірлік, жалпы бұны енді бір шамандық өнер дейміз бе, жоқ шамандық рәсімдеуге бола ма, шамандық деп айтуға? Ол енді сөз ғана ғой. Шамандық дейміз, бақсылық дейміз, көріп келдік дейміз, жыраулық дейміз. Ол енді жай сөз ғана. Бұл енді табиғи бір іс қой. Табиғи. Адамның энергиясын, табиғаттың энергиясымен байланысты. Үйлестіріп, Ал енді қандай сөз табасыз, оны енді қоса беріңіз. Меніңше бәрібір қай сөзбен аталса да, оны істеу керек, бітті. Бәрекелді. Бәрекелді. Көп жасаңыз. Негізі өзіңіздің сезіміңіз қандай? Ризашылық бар ма? Бір көңіл көтерілді ма? Менде керемет сезім. Мен үйге барып осы бала шағаммен бірге істесем ба деген ой бар негізі. Үйге барып бала шағама көрсетіп, осы Тәңірге алғыс айту рәсімі, соның соңында отты жағып, не жасау рәсімі жаңағыдай. Өйткені жаңа айттым ғой, өткенде анау бір өлеңдер шығып осы әруаққа бағыштадым деп неғығым келіп кетті. Сол кезде кәдімгідей жаным мынау не сұрап кетті ғой, мынау сіздің мынау не бар ғой, барабан ба, не еді? Атын не деуші едік? Даңғыра. Даңғыра сұрап кетті ғой, даңғыраны. Сол сияқты менің ойымша бұл әлі де зерттеліп, баяғы анау бақсылардың жалаң аяқпен көмірдің шоғында билейтіні, сосын сондай бір нелер, трансқа кірген кезде сондай нелер болушы еді ғой. Өзіне пышақ салатын, киіз үйдің төбесіне секіріп мінетіндер талай көрсеткен ғой. Өз көзімен көрген ғалымдар келіп жазады ғой, сөйтеді, бүйтеді деп бақсылар. Енді тіпті кейбіреулер айтады, бір итке мініп алып ұшады дейді. Кейбіреулер құсқа айналып кетіп, ұшып кетеді дейді. Мынау біздің кезіндегі Бекет атамызда, сосын мынау Зеңгі баба, басқа бұл кісілердің бәрі бақсылар болып отыр ғой. Тек қана кейінгі мынау араптан келген идеологиямен араластырып, софылықпен байланыстырып, бәрі соның арқасы деп отыр. Бірақ шын мәнінде өзі табиғи осы тәңіртекті ұрпақтардың бақсылық өнері болып тұр ғой, негізінен алғанда. Негізі ол немен байланысты? Еліміздің қасиетпен. Қасиет дегеніміз бұл аруақтар беріп тұрған бір ерекше қабілет қой. Ол енді неше мысалы құбылаға ма, тағы басқа жерге табынып жүрсең, оны сұрап, тілеп алып ала алмайсың. Ол енді аруақтар береді. Ал қасиет деген түрлі бір адамға ерекше бір сол қабілеттер береді ғой. Алдын ала біліп тұрады, мысалы, сезіп тұрады, түс көре ма, ем сала ма,
тазалап жібере ма, сол кейбірлер мысалы өлең салады. Иә. Тағы басқа нелер бар, өнер, тіпті батырларда қасиет болған ғой. Ол елестейсің ба, ана кезде атқа мініп алып 500 километр мысалы шауып барады, соғысады, қалай шаршамады мысалы. Иә. Ол енді бабамыз қасиетсіз болмаған. Иә. Қасиет енді қазір оянып жатыр, қасиет, Құдайға шүкір. Оянып жатыр, соны қабыл алу керек. Ал енді көбісі қорқады, қасиетің бар десе, мысалы барады, емшіге, бақсыға, қасиетің бар бойыңда, аруағың бар дейді. Сонда қорқып алып қашады. Өйткені бұлардың көбісінің түсінгені қасиет бар адамдар тек қана ем салады деп ойлайды. Бірақ айтып тұрмын ғой, қасиет деген түрлі енді бір ерекшелік береді. Мысалы сіздің мамандығына байланысты. Ертең мысалы сіз кім біледі, сурет саласыз, балаларды тәрбиелейсіз, бұл қасиет деген адамның негізі қалай айтуға болады, елге, өзіңізге жеке ерекше бір күш береді. Ол енді супер сила дейді ғой, көрсетеді ғой ана кинода. Супергерой боласыз, түсінесіз ба? Оған енді сеніп, қасиетті қабыл алу керек, сонда ғана дамып кетеміз. Сонда ғана бір ерекше табиғи күшіміз ашылады да. И номер бір осы дүние жүзінде ел боламыз, міндетті түрде. Ай, бәрекелді. Ареке, көп алғыс айтамыз, мені уақыт бөліп осы қасиеттің сырларын ашып бізге түсіндіріп жатқаныңызға. Сіздің ниетіңіз қабыл болсын. Ниетіміз қабыл болсын, тие берсін дәметкен әруақтарға, ата-бабамыздың әруақтары желеп-жебеп жүре берсін. Айтқаныңыз келсін. Көк тәңір жарылқап, жақсы күндерде жолыға берейік, Ареке. Айтқаныңыз келсін. Айтсын.